Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсәуле, және бүгін біз сіздермен IELTS емтиханына дайындық кезеңін қалай тиімді жоспарлау керектігін талқылайтын боламыз. Ал егер сіздер дайын болсаңыздар, ендеше бастайық. Дайындық кезеңін қалай тиімді жоспарлаған дұрыс? Ең алдымен сізге емтиханға тіркелу қажет. Сіз British Council немесе Interpress атты екі тестілеу орталықтың біреуін таңдайсыз. Осы екі орталыққа да сілтемені мен осы видеоның астына жазып қоямын. Және тесттің бағасы доллар курсына қарай икемделеді. Бірақ сіз қазіргі бағаны әрдайым тестілеу орталығының сайтынан көріп біле аласыздар. Бірақ айта кететін жайт, сізбен бізге керекті IELTS түрі академик IELTS болғандықтан, сіздер академик IELTS-қа тіркелгендеріңізді тексеріп алуларыңызды ұмытпаңыздар. Бұл онлайн курс болғандықтан, сіздер бүкіл видеоны бір күнде көріп шығуларыңызға болады. Бірақ мен сіздерге олай жасауға кеңес бермеймін. Сіздер өздеріңіздің емтихан тапсыру күндеріңізге ыңғайлану керек. Ең дұрыс шешім күніне бір видео қарап, астында берілген тапсырмаларды орындау. Оған қоса, мен reading және listening бөлімдері бойынша алдын ала тест тапсырып, өздеріңіздің ағылшын тілі деңгейлеріңізді анықтап алуға кеңес беремін. Ал егер сіздердің екі секциядан да балдарыңыз 10-нан төмен болса, онда алдымен ағылшын тілін деңгейінің көтеріп алып, одан кейін барып тестке дайындықты бастағандарыңыз абзал. Әр видеоның астында сіз тақырыпты қаншалықты түсінгеніңізді анықтау үшін тест беріледі. Ал біз сол тесттің нәтижесі бойынша ең үздік студенттерді анықтайтын боламыз. Достар, келесі видеоларда біз IELTS writing-ге дайындықты бастаймыз, ал қазір сіз жалпылама кеңестерге құлақ асуға кеңес беремін. Форумнан немесе өмірде өзіңізге серік тауып, WhatsApp желісінде топ ашып, бір-бірлеріңізді қолдауға тырысыңыздар. Егер сіз біреумен дайындалсаңыз, онда тестті сәтті тапсыру мүмкіндігі 80%-ға ұлғаяды. Тестке күнде аз-аздап, бірақ таңертең миыңыз тынық кезде дайындалғаныңыз жөн. Практикалық тесттерді өздеріңіз емтиханда отқандай уақытқа жасап, кейіннен міндетті түрде асықпай, жақсылап қатемен жұмыс жасаңыздар. Қатемен жұмыс жасау ол өте маңызды процесс. Себебі келесі рет сіз бір қатені қайта-қайта жібермейтін боласыз. Видео дәрістерді қарағанда керекті мәліметтерді дәптерге жазып алыңыздар. Егер жоғары нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, онда барлық тапсырмаларды дәл видео дәрістегідей орындаңыздар. Және спикинг пен райтингті тексеру үшін чек парақшаларын, яғни тексеру парақшаларын қолданыңыздар.